ұстаз, мысалы менің әкем қайтыс болған, мен ол кісінің атынан қандай жақсылық жасаймын? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: кімде-кім егін ексе, бау-бақша ексе, сол егінінен, бау-бақшасынан ұрлықшы ұрласын, мал жесін, ит құс жесін, сол егін еккен адамға сол сауап болып келеді дейді. Енді бұл жерде ұрлықшы бағыштамайды ғой. Менің мына алғанымды, ұрлағанымды, жегенімді әлгі егіншіге бағыштаймын деп ешкім айтпайды. Бейсаналы түрде ол сауабын алады. Сол секілді бала әкесі, анасы үшін бір арнайы жақсылық жасап, соны бағыштау шарт емес. Қараңыз, «Иза мата ибн Адам, инқата амалуху илля мин салас» дейтін хадис бар. Адам баласы дүниеден өтсе, оның бүкіл сауап есіктері жабылады. Бірақ Алланың ерекше мейірімі, Алланың ерекше рақымы, дүниеден өтсең де сауап есіктерін ашып қояды кейбір. Соның бірі «Уаладун салих яду лаху». Қараңыз, ізгі ұрпақ, ізгі бала. Көрді, ізгі баланың кез келген істеген жақсы ісі, салих деген сөз, ол мұсылман болу, яғни Алланы танып, Алланың жолында не нәрсе істесе де, соның үлесін әкесі алады, анасы алады. Бағыштамай-ақ. Бағыштау да шарт емес. Неге? Сол жақсылық жасап жатқан баланың бар болуына себепші болған адамдар біріншіден. Екіншіден, ешбір ата-ана баласына жаман болсын демейді. Ол сен жақсылық жасайсың, оның бір үлесін емес. Хадиске сай, тіпті ешқандай кемітпей, толық сауабын әкесіне Алла Тағала жазып қояды.